Армысыздар достар. Мен және менің достарым 2011-2012 жылдардан бері әртүрлі латын алфавитін пайдаланып жүрміз. Есіңізде болса, біздің президентіміз сол кезде латын алфавиті туралы айтқан. Ол кезде ол 2017 жылы бір латын алфавитін қабылдау керек деген. Және ол өз сөзін ұмытқан жоқ. Биыл күздің соңына дейін бір нұсқа қабылдану керек. Біз сол кезден бастап әртүрлі алфавиттерді пайдаландық, әртүрлі әріптерді, әртүрлі әдістерді пайдаландық. 5-6 жыл бекерге кеткен жоқ. Біз осы уақыттың ішінде қазақ тіліне ең лайықты, ең оңтайлы латын алфавитінің нұсқасын құрастырдық. Бұл нұсқаны біз қазақ граммар деп атадық. Қазақ граммар нұсқасында 26 әріп бар. Олардың 21 әріпі стандарт ағылшын әріптер, және де 5 енгізілген әріп. Дауыстылардан бастайық. Дауыстылар жуан және жіңішке болады. Жуан дауыстылар бетіп жазылады, және мұнда нүктелер жоқ. Ал жіңішке дауыстыларды А, Ү, Ү нүктемен жазылады, Е нүктесі жазылады. Сонда да Е жіңішке дауысты дыбыс. Осы нүктелер туралы ұмытпаңыздар, өйткені бұл нүктелер бізге керек болады. Әзірше біз жұмыс нұсқасымен, жұмыс нұсқасы дегеніміз бұл 11 қыркүйек ұсынған жұмыс нұсқасы және қазақ граммар нұсқасымен салыстырып көрейік. Әйел 4 әріп, әйел жұмыс нұсқасында 5 әріп, қазақ граммар нұсқасында 4 әріп. Кінә 5 әріп, кінә 4 әріп. Әуежай, қысқаға назар аударыңыздар. Әуежай, қысқаға назар аударыңыздар. Бай, Ләйла, Әбілқайыр, Қайшы. Осы сөздерді сіз дұрыстап оқысаңыз, бір қызық ерекшелік табасыз. Бұл кінә және Қайшы жазылу әдісі. Жұмыс нұсқасында болса Q арқылы жазылады, К арқылы жазылады. Кінә, Қайшы. Ал қазақ граммар нұсқасында К кінә деп жазылады, Қайшы да латын К арқылы жазылады. Екеуі де латын К арқылы. Уайымдамаңыз, қазір бәрін түсіндіріп беремін. 1928 жылы Яковлев атамыз «Математическая формула построения алфавита» атты еңбегінде осындай пікір білдірген. Согласные твердый Q и мягкий К, равно как твердый Г и мягкий Г, являются по существу не 4 самостоятельными фонемами, а лишь 2 фонемами, твердые и мягкие оттенки которых появляются лишь в зависимости от твердости или мягкости целого слова. Бұны түсіндіріп берейін. Бұл дегеніміз К және Қ әрпін біз бір әріппен белгілей аламыз. Және де Г және Г дыбысын бір G арқылы белгілей аламыз. Мысалға, жуан дауыстылармен біз К-ді және G-ді Қ және Ғ деп оқимыз. Қ және Ғ деп оқимыз. Қал, қыл, қол, қол, қазақ. Жіңішке дауыстылармен оқиық. Кел, кіл, күл, көл, кезек. Ғ әрпі үшін осы заңдылық, Ғ әрпі үшін де осы заңдылық жұмыс істейді. Ағын, ұғу, егін, үгу. Ақырғы сөзді өзіңіз оқып көріңіз. Мұнда жуан дауыстылар, мұнда жіңішке дауыстылар. Жуан дауыстылармен біз Қ және Ғ-ны оқимыз, латын К-ді. Жіңішке дауыстылармен латын G-ді К және Г деп оқимыз. Осы туралы ұмытпаңыз, біз енді әрқашан осы заңдылықты пайдаланамыз. Келесі мәселе бұл Ш әрпі. Ш әрпін біз латын С арқылы жазамыз. Себебі С арқылы босайды, және де С әрпі диграф емес, С әрпі
диакритика емес, яғни қиырықшасы, таяқшасы жоқ. Си тен ши екеніне дәлел бар. Бұл дәлел біздің ата-бабаларымыз, олар 1929-1940 жылдары дәл осы әдіспен шыны жазған. Шаш, шекер, шана, шұбар, шеш, шүкір. Сондықтан қазақшада жоқ ч, ц дыбыстарына латын си әрпін беру керек емес деп санаймыз. Ал енді салыстырып көрейік. Жұмыс нұсқасы ше, шу, ш. Көріп тұрғанымыздай өте көп диграфтар. Ше, ш, у, тағы да диграф ш. Ал қазақ граммар нұсқасында ше, шу, ш қысқа жазылған және әдемі жазылған. Бұл қатар таза және әдемі болып тұр. Шынымен де, және де осы қ-ға тағы да назар аударыңыздар. Мұнда қашықтық деген сөзде жуан дауыстылар. Сондықтан біз кей деп жазғанда оны қ деп оқимыз. Қа-шық-тық. Жуан дауыстылармен қ және ғ деп оқимыз. Қазір сізге латын алфавитінің, қазақ граммар латын алфавитінің клавиатурасын ұсынамын. Оны әлдеқашан Windows-қа, macOS-қа және Android-қа теріп алуға болады. Мұнда Q әрпі жоқ. Өйткені Q әрпі көп әліппелерде қ деп белгіленеді, ал біз айтқан әдіс арқылы Q әрпі бізге керек жоқ және ғ әрпі үшін жеке әріп керек жоқ. Сондықтан Q-ның орнында ә тұр. Және де қалған умляуттар осылай орналасқан. Және де өзіміздің ың дыбысын біз ұмытқан жоқпыз. Ал енді сіздерге бір үй жұмысын берем. Бұл жұмыс нұсқасы мен қазақ граммар нұсқасын салыстыру. Бұл керемет өлеңінен үзінді. Кел балалар оқылық деген. Осыны оқып көріңіз. Кейін қай нұсқасы сізге ұнады, қай нұсқаны сіз тиімді деп санайсыз, сол нұсқа үшін қолдау көрсетіңіз. Назар аударған үшін рахмет. Сау болыңыздар.